Жалпы қазақ халқының тағдырлы үш мәселесі бар. Және осы үш мәселесін біз 8-ші шақырылым және бүгінгі үкімет ол өзіміздің күн тәртібімізге үлкен әріптермен жазып, соны шешуіне күндіз түні ұйықтамай тынбай еңбек етуіміз қажет. Біріншісі жұмыссыздық. Жұмыссыздық деген кезде білімнің сапасы, еңбек нарығының сапасы шығады. Бүгінгі еңбек нарығына сапалы маман, ол ана балабақшадан, ол мектептен, соның сапалы білім алуынан, дағдының қалыптасуынан шығады. Біз еңбек нарығын бөлек қарастырып, мектептегі білімнің сапасымен беріліп жатырған білім, дағды, құзыреттіліктерді бөлек қарайтын болсақ, онда ешқашан біз жұмыссыздық мәселесіне нүкте қоя алмаймыз. Екінші, кедейшілік. Жалпы бұл тағдырлы мәселе. Қазіргі таңдағы кедейшілік мәселесінің шешімі, ол мысалы мен білетін Финляндияда, бізбен тарихи тағдыр ұқсас Эстонияда өте уақытында шешілді. Біз де шеше аламыз. Жер қойнауы осыншама байлыққа толы мемлекет бола тұра, бізге белгілі бір халыққа деген жанашырлық керек. Оның ішінде министрлік тарапынан жанашырлық керек. Әкімдік тарапынан тынбай жұмыс жасайтын, тынбай осы өзінің халқын кедейшіліктен құтқаратындай сондай жобалар керек, жүйелер керек. Былтырғы жылы үкімет бір жобаны қабылдады. Біз ол жобамен келіспейтіндігіміз депутаттық корпус айттық. Өйткені ол жобада жүйелі, нақтылы шешімдер жоқ. Мысалы, Қытай мемлекеті кедейшілікті шешуді еңбекпен білімге байлап қойды. Ол жерде кәдімгі білімнің сапасына қатты көңіл аударады. Сонымен қатар әрбір үйден әйтеуір бір нәрсе тігін болса да шығып жатыр. Олар соған экономикалық мүмкіндіктерді берді, өз күндерінде өздерін қарайсыңдар деді. Бірақ ол жердегі стандарт пен сапа өте жоғары. Яғни миллиард Қытай кедейшілікті шешкен кезде біз енді точно шеше аламыз деген ойдамын да. Үшінші мәселе бұл қолжетімді баспана мәселесі. Қолжетімді баспана мәселесі бұл енді кезіндегі отаршылдық кеңес үкіметінің тарихымен тығыз байланысты. Ол кезде жоспарлы экономика болды. Ол жерде негізгі ұлт өзінің ауылдарында өмір сүру керек болды. Инклюзия болмады, сондықтан да бізге қазір қала қазақтана бастады. Жалпы қаланың қазақтануына байланысты Амангелді Айталы марқұм кезінде көп депутаттық сауалдар жолдады, көп сұхбаттарын арнады. Рахат Мамырбай деген журналист Мамырбек осындай зерттеулер жасады. Жалпы баспана мәселесі де шешілуі қажет. Біз қазір мемлекеттік билік ретінде нақты әлеуметтік осал топтар, осылар көп балалы, жалғыз басты асыраушысынан айырылған, екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, мысалы ауған соғысының ардагері, дәл мүгедектігі бар, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі топтағы мүгедектерді, мүгедек баласы бар деп, нақты менің ойымша 10, әргетсе 15 тобын анықтауымыз керек. Қалған азаматтарға дұрыс орта айлықты енгізе отырып, сол айлықтың негізінде қолжетімді пайыздағы кредитті бере отырып, оны шешуге болады. Ол әлемдегі қаншама мемлекет шешіп отыр. Бағана кедейшілік туралы айтатын болсақ, бізде көп бюджет қызметкерлері мойындағысы келмейді министрлік. Біз өткен шақырылымда да айттық. Работающая бедность деген ұғым бар. Еңбек нарығындағы, заңнамасындағы, зерттеулерінде жұмыс жасайтын кедейшілік деген ұғым бар. Кейбір мемлекеттер бұл ұғымды заңдастырған. Және сол ұғымды заңдастыра отырып, осы ұғымдағы жұмыс жасайтын азаматтардың категориясын анықтап, олар мысалы С2 категориясында айлық алып жүрсе, оларды Б2-ге, Б1-ге көтеру арқылы, базалық жалақысын көтеру арқылы жалпы кәдімгі сапалы өмір сүруіне мүмкіндіктерді қарастырған. Бұл бір таблицадағы белгілі бір сандарды қозғалтудың шешімі ғана. Бірақ бұның артында миллиондаған адамдардың тағдыры жатыр. Осы шешімді қабылдауға келген кезде біздегі құзыретті орган, орталық мемлекеттік орган және жергілікті атқарушы билік органдары соған ерік жігерлері жетпей отырғандығы бізді осындай көңілімізге қаяу түсіреді, былай қарағанда. 85 мың деп айтқан министрдің орынбасары бәлкім саяси қателігімен, саяси тәжірибесінің аздығымен айтып қалу мүмкін еді да. Бірақ ол келесі күні кешірім сұрауса да болатын еді. Мен жақында ғана келдім, мен мына мәселені шешуге осылай атсалсам деп. Жоқ, бұл кісілер жалпы бұның кәсіби біліктілігі төмен азаматтар алады деп өтірік жалған ақпарат берді. Себебі бұл мәселе кітапханаға байланысты көтерілген.
жоғары білімді 25 жыл жұмыс өтілі бар кітапханашының айлығы 85 мың мен 124 мың көлемінде деген сөз болды. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, 85 мыңға өмір сүрмеу келіспеймін деп айтқан кешегі министрлікке тағайындауға келген үміткердің де біз аузынан өзіміздің құлағымызбен осы сөзді естіген кезде біз де қатты сондай бір реніш білдірдік. Дауыс берген кезде өзіміздің позициямызды білдірдік. Бірақ біз келесі аптаға бұйыртса осы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін күтіп отырмыз. Жеке өз басым мен енді білімге қатысты көп нәрсе зерттеу жасадым, қарадым. Менің оқушыларымның біразы қазір еңбек нарығына атсалысып жатыр. Яғни еңбек нарығы мен білім, ғылым, жоғары білім министрлігі етене тығыз жұмыс жасамайынша, еңбек нарығын сараптап, бізге мынандай маман қажет болады деп, үлкен кәдімгідей зерттеулер жасап, бір-бірімен диалогқа келмейінше бұл мәселенің шешілмеген. Әрқайсысы бөлек-бөлек қазір, иә? Мысалы, мен ұмытпасам, Астана қаласындағы Яндекс таксиін жүргізушілердің 15% мен 25%-ның арасы жоғары дипломды мамандар. Бұл нені көрсетеді? Бұл еңбек нарығын сараптамағандығының белгісі, мектептегі білім мен жоғары білімнің сапасының көрсеткіші және азаматтың соншама уақытын арнай отырып, осы өмірге қажетті дағды, құзырет, академиялық білім ар жағында тәлім тәрбие жатыр, соны алмай шыққандығының белгісі. Түсінесіз бе? Бұны қазбалайтын болсақ, базалы үлкен мәселе шығады.